Журналистердің любимый сұрағынан бастау керек та. Қазақстанда туризм неге дамымай жатыр ма? Неге дамымай жатыр? Мә, көп хабарласады ғой маған туризм туралы. Иә, деп тыңдаймын. Уже білемін да олар не сұрайтынын. Сосын бір кезде жазады. Не деп? Сұрақтарыңызды жазып жіберіңіз деп айтамын ғой. Сөйтсем, бірінші сұрағы сол ғой. Қазақстанда туризм неге дамымай жатыр? Енді ұмытып қалғансың ба? Не деп айтатын да? Бізде бағанағы әңгіме ғой. Қазақстанда туризм неге дамымай жатыр деген. Қанша журналист хабарласты осы уақытқа дейін 6 жылдың ішінде. Бірінші қоятын сұрағы осы. Енді сол сұрақты, сол саланы курировать ететін адамға қойғым келіп жатыр. Мен негізі ол жауабын, мен оның жауабын өзімше білем, және өзім сол жауапты қазіргі реалиге сәйкес деп ойлаймын да. Сіздің жауабыңызды тыңдағым келеді. Бізде бүгін қонақта Даниэль Сержанұлы, Қазақ туризм ұлттық компаниясының басқарушы директоры. Қош келдіңіз. Точнее, мен Астанаға қош келдім. Сіз қош келдіңіз. Бұл Астанада түсіріліп жатқан екінші подкаст. Енді біздің орын осында айқап, енді осында түсіріледі. Және осылай, екі адам. Қош келдіңіз. Мен осы сұрақты өзім жақсы көремін. Өйткені жауап беру оңай да. Мен туризмді оқығанмын ғой, білесіз ғой, ол кездері 2007, 8, 9 енді біз практикаға шығамыз. Мысалы, Алматыдан былай қарай Шарын шатқалына барамыз, немесе Алтын Емелге барамыз. Андай қонасыздар ғой сіздер, бір апта, екі апта? Жоқ, онда қону деген жоқ, бірақ енді жиі баратынбыз да. Соның өзінде қараңыз, анау Шарын шатқалда бізден басқа ешкім болмайтын. Студенттер топырлап келеді, студенттер топырлап кететін. Немесе Алтын Емелге, немесе тауға шыққанда жарайды, бірен-саран бір шетелдіктерді кездестіресің деген сияқты. Қазіргі жағдай болған енді салыстыруға келмейді ғой. Ойлаңыздар, Шарын шатқалына барасыз. Сіз қай жылда айттыңыз бағана? 2007-2008. 2007-2008. Мен енді 2016-да бастадым ғой туризмді. 2016-да бағанағы сіз айтқан адамдарға тағы бір 10 адам қосылған шығар, сондай-ақ болатын. Кәдімгідей бүйтіп түзу ана Шарын шатқалының ішімен жүре бересің ғой. Сол жол пустой болатын, ешкім алдыңнан шықпайтын ғой кәдімгідей. Мен есімде, ол сол уақыттан әлі сақталған суреттерім бар. Өйткені біз экспедиция ретінде жүретінбіз ғой, енді бізге таныстырады, сөйтеді. Сол кезде қараңыз, қазір енді Шарын шатқалына келесің, алдында визит-центр тұрады, фонтанчик тұрады, су ішетін, дәретханасы бар, әйтеуір неше түрлі турлар жүріп жатады, киіз үйлер тұрады деген сияқты. Енді жағдай салыстыруға келмейді, көп жағдайда. Енді екі саланы, осы саланы білетін адамдар сөйлескен күшті екен дейді, менде де қосатын әңгімелер көп болып тұр. Алдында бір журналист хабарласты, осы сұрақты қойды. Сол кезде мен айттым да, уже білесің да анаған. Сосын бүйтіп айттым да, кешіріңіз, сіз Шарын шатқалында 5 жыл бұрын болдыңыз ба дедім да. Сөйтсем, жоқ, мен онда вообще бармағам дейді. Көлсайда болдыңыз ба дейді. Жоқ, мен онша бармағам. Онда сіз маған мына сұрақты қалай қойып тұрсыз деймін ғой. Бірінші сол сұрақ қойғанның алдында сол жақты көресің, одан кейін 10 жылдан кейін қайттан барасың. Мына жақта дым өзгермепті ғой дейсің да, сосын барып қоюға болады ғой сол сұрақты. Ал елдің әңгімесіне немесе бір 10 жыл бұрынғы информациямен, 10 жыл емес, бір 3 жыл бұрынғы информациямен әлі күнге дейін осы тақырып талқыланып жатыр, талқыланып жатыр дегенде әңгіме болып жатады. Енді әркімнің несі шығар, былай қарап отырсаң, кейбіреулерінде болуы мүмкін туризм дамып жатыр, бірақ олар күткен қарқында дамып жатқан жоқ шығар, мысалы, ол бір болуы мүмкін. Немесе енді көбінесе туризм деген кезде мен айтамын, туризмге келгенде эксперт көбейіп кетеді. Өйткені бәріміз енді жылына хоть 1-2 рет болсын турист боламыз ғой, демалысқа шыққан кезде, сосын барлығы, мысалы біреу Түркияға барып келеді, немесе басқа жерге болады да, ол жақтағы көреді да, енді олай емес, бұлай болу керек деп кәдімгідей өзінің несін көзқарасын айта бастайды ғой. Сол кезде бір қызығы, туризмді былайынан біз түсінігі басқа да, жалпы туризм деп... Күшті нәрсе көтеріңіз. Бізде туризм деген қабылдау да адамдарда, мысалы басқаша ғой. Бізде туризм деген кезде олар ойлау керек, 5 жұлдызды қонақ үй, там Турциядағыдай all inclusive, Египеттегідей барлығы арзан болу керек деген сияқты бір түрлі бір өздерінің бір біліп алған, естіп алған, көріп алғандарын бар. Сосын ешқайда шықпаған адамдар айтады, ой, Турцияда арзан ғой, Египетте арзан ғой, бізден қарағанда дейді. Бірақ ол мысалыға былай ғой,
қалай түсіндірсем болады, біздегі дәл сол уровеньдегі қызмет көрсету мен олардың дәл сол уровеньдегі қызмет көрсетулердің бағалары әртүрлі үлкен ғой бәрібір. Біздегі средний бағаны айтып алады да, солардың бағасымен жоқ, былай келтірсек ше. Мысалы, текстиль, киім тігу. Мысалы, біз өзіміздің тігіп жатқан киімдерді басқа жақтың киіммен салыстырамыз, негізі деймін да, былайынан. Ой, ар жақ арзан ғой, немесе біз былай қарау керекпіз да, бұл біздің өзіміздің отандық өнім ғой деп, біз солай қараймыз ғой, кішкене өзіміздің мақтанып Қазақ Республикасы киіп аламыз, мысалы, сол жақсы ғой, мысалы, өзіміздікі екенін сезініп, бұл туризм басқа өнім екенін түсіну керек та. Біз енді тұтынушы жағынан қарағанның өзінде де біздің туризм ол жылына 8 ай күн шығып тұратын бір жағажай туризм емес қой. Біздікі, мысалы, маусымдық туризм көбінесе, мысалы, көлдерге келген кезде, Алакөл болсын, Бурабай болсын, 2 ай, 3 ай. 3 айға жетпейді. Бурабай енді кейіннен бір қысқа туризм түрлерін көшіп келе жатыр, енді келе жатыр да. Абылай көбінесе біздікі мынандай экотуризм. Табиғатқа байланысты. 2 күнге шығып келу бір жерге. Немесе туды выходной, бір жаққа бір демалысқа барып келу деген сияқты. Сол біздің өнім негізгі өнім болып тұр да, сондықтан ол басқа. Ал әрине біздің енді бұл жағдайда біздің жағажай туризміміз, жаңағы all inclusive немесе 5 жұлдызды курорттық қонақ үй деген бір эксклюзивті бір ұсынысқа айналып кеткен да. Сол үшін де ойлайықшы, ол жылына 2-3 ай істейді екен. Сол уақытта ол бүкіл өзінің жылдық табысын тауып алу керек. Тауып алғысы келеді да, ол бизнес өз мүддесіне. Және олар аз болғандықтан барлығы сол жаққа ұмтылған. Сұраныс одан да көп. Ол не десек те, мысалы 200 мың десек те, одан да қымбат десек те, ол не болса да, ол жаз бойы лық толы болып тұрады да. Ол енді экономиканың заңы ғой, қаншалықты ұсыныс болса. Нарық, баған нарық реттейді ғой. Ол бар. Сосын біздің мысалға, енді біз қалай, мысалға ассоциация деп айту дұрыс емес шығар. Біз мысалға осы бағдарламаны, осы подкастты бізге кәдімгі туристер мен мамандар көретін болса, осы туризм саласында жүрген адамдар болатын болса, туризм саласында кәсіп жасағысы келіп жүрген адамдар көретін болса, біздің кәсіпкерлер қай салаға, туризмнің ішіндегі қай бағытына акцент қою керек және қай жаққа инвестиция жасау керек. Өйткені түсінікті, біз 8 ай туризммен айналысамаймыз, Египет, Турция сияқты. Мысалы, оны алып тастаймыз, жағажай туризм бізде жоқ. Экотуризм деген кезде бізде адамдар енді барлығы бірдей неге салғылмайды. Үлкен 5 жұлдызды қонақ үй, мысалға, Рикстар сияқты жасай алмайды. Не істеу керек оларға? Мен бір қызық әңгімеден бастайыншы. Жалпы жаңа айттым ғой басында туризм ұғымы деген кезде. Біз туризм деген кезде жаңағы өзіміздің демалысымыз туралы ойлаймыз да. Көбінесе жақынның өзінде Қытайға безвиза ашылды, визасыз режим. Енді көбінесе Қытайға ашылды деген кезде, енді Қытайға баратын болдық қой деген сияқты. Біз екі жақты визасыз режим ашып жатырмыз ғой. Біз ойлап жүрміз, қазір қытайлық туристерді қалай алып келеміз, сіз опрос дедіңіз еще. Иә. Сөйтсе соның арасында көбінесе енді Қытайға барамыз деген сияқтылар да, осылайдан. Бір жағынан ол да жақсы шығар. Енді ол да өйткені халықаралық туризм деген сол бері қарай кіретіндер болу керек, біздің жақтан шығатын деп болу керек, сол кезде рейстердің саны көбейеді деген сияқты, сол кезде екі жақтан қарым-қатынас бір адамдар жүріп бастайды. Осы жерде қоса кетейінші, Wizz Air ашылды ғой Абу-Дабиге, Алматыдан, Астанадан. Бұл бізге араб мемлекетінен келетіндер санын көбейтті ме, әсер етті ме? Бәрі керісінше Абу-Дабиге барған сияқты. Жоқ, жалпы енді бір екі жақты. Жаңа айтқанымдай, біздікілер де шығып жатыр, ол жақтан да келіп жатыр. Процентін сайтын жартысынан көбі біздікілер. Біздікілер шығып жатқандар. Енді қараңыз, біз жаңа туризм дедік қой, жаңа демалатындар, ал біздің жаңағы мемлекеттік деңгейде туризм деп айтатын, ол келіп жатқан ағымнан, адамдардың ағымынан, содан мемлекетке бір пайда табу ғой, мәселесі сол. Бізде бір қызық нелер бар. Мысалы, Жапонияда туризм мен саяхатты бөліп қарастырады. Туризм мен саяхатты. Енді айтып беріңіз. Сіз Жапониядан келе-келе бірнеше талай зат жүріп келдім. Соның арасында жаңа саяхат. Ол саяхат дегеніміз енді барып демалу, халықтың жағдайын жасау, рекреация керек қой, адамдар демалу керек, күш жинау керек деген сияқты. Ал туризм деген ол оны ұйымдастыру. Жалпы мысалы
әрбір трафик ол бизнестің бір алғышарты. Ойлаңызшы, мынау Арбатты алайық. Адамдар ағылып екі жақтан жүріп жатыр, иә? Арбаттың бойында неше түрлі жаңағыдай тамақтанатын орын, кофе сататын орын. Адам сан трафикті есептейді ғой. Трафикті есептеп, сол жерге жасап, өздерінің бизнестерін жасап отыр. Ол кофе сататын жаңа орынға ол адам қандай мақсатпен бұл Арбатқа келді? Мысалы, жай ғана жұмысқа кетіп жатыр ма, немесе сол жерге қыдырып келді ма, немесе жай адасып кіріп кетті ма? Ешқандай айырмашылық жоқ қой. Оған өз кофесін сатады, пайдасын табады, дұрыс па? Туризм дәл солай. Міне біздің мемлекет, қараңыз, адамдар границаға бір туған туысқанын көруге келді ма, бір конференцияға қатысуға келді ма, немесе командировкаға келді ма, немесе шынымен демалып келді ма, біздің тарихымызды білгісі келіп келді ма. Ол не үшін келгені, ол бастысы емес та. Оны кейін келген адамнан келген трафикті біз экономикаға жаратып білу керекпіз. Сол туризмнің несі астанда жатқан. Ал ол мысалға анализ жасаған жағдайда, иә, біз сол таргетті сол дүниеге көбірек жұмсайтын едік қой. Мысалға анализ жасап алдық, оны біліп алдық, не үшін келгенін. Демек, бізде осы работает деген сияқты. Иә, ол айттым ғой, ол алғышарт емес, ол екінші зат. Иә, ол бірінші туризм не үшін керек екенін өзімізге біліп алсақ, иә, бізге ел үшін жаңа келген қосымша ауыз ғой. Біз өзіміз 20 миллионмыз, жылына бізде границадан былай-былай өтетін 5 миллионнан астам бар. Мысалы, соңғы жылдың кейбір жылдар 8,5 миллионға дейін жетті. Ойлаңыз, біздің халқымыздың жартысы елімізге келіп кетті. Ол қосымша ауыз, қосымша қол, қосымша аяқ деген сияқты. Сен оған тамағын саттың, сувенирін саттың, қонақ үйіңе жатқыздың, басқа жерге жатқыздың. Соның пайдасын көріп қалдың. Туризм сол потокты, жаңа келіп атқан нені монетизация жасау. Ал енді біз қазіргі мемлекеттің құрған тұжырымдамасында туристерді біз тек қана қонақ үйге жатқан адамдармен санаймыз да. Мысалы, біздің елге былтыр 6 миллионға жуық адам келіп кетсе, келуші ретінде, олардың арасында қонақ үйге тоқтағандары 1 миллионға ғана жуық. Ол біздің Қазақстанның статистикасын төмен түсіреді ғой, иә? Жоқ. Енді шынымен ол потоктың көбісі 1 миллионы ғана қонақ үй және соған ұқсас орындарға жатты. Қалғандарына, туысқандарына бару мүмкін, немесе қонбауы да мүмкін, мысалы, келіп сол күні кешке жақын шығып кетуі мүмкін. Ал біз басқа бір дамыған мемлекетті қарасақ, мысалы, Ұлыбритания дейік, олар туристерді санаған кезде жататындарды бір санайды, бір аптаға келетіндерді бір санайды, 2-3 күнге келетінді бір санайды, бір күнге келетін бір санайды, жарты күнге бір жаққа баратындарды жеке санайды. Иә, мен осы жақында Европада болдым ғой. Сол кезде метроға не аласың ғой, тикет аласың ғой. Сол кезде де мысалға олар сонымен ақ санай алады. Мысалға бір күнге аласың, 3 күндік билет бар, бір апталық билет бар. Сол кезде мысалға ол Францияға мысалға біліп тұрды олар қанша метро билеті өтті, демек осынша адам бізде 3 күнге келеді екен. Осынша адам бізге бір аптаға келеді екен. Мысалға түрлі выбор тұр ана жерде. Бір күндік, 3 күндік, бір апталық деген сияқты. Ол жаңа біз портретін білетін болмыз да, мысалы, мынау бір апталық келетіндерге мынандай заттар керек деген сияқты. Жарты күндікке мынау керек, бірақ әрқайсының өзінің экономикасы бар. Соны бір максималды түрде өз пайдамызға бір жасап қалу, сол туралы ойлау керекпіз. Әрине, біз енді қазір ең басынан бастадық. Қонақ үйлерде қонатын. Бұл вообще бір қызық зат та. Бізде мысалы 1 миллион қонақ үйге жататындар бар, жаңа шетелдік туристердің арасында. Біздің жоспар оны 4 миллионға дейін жеткізу, жаңылыспасам, жалпы 4 миллионға дейін жеткізу. Жоспар қай жылға дейін? 25 жылға дейін. Енді шынымен негізі қонақ үйлердің, ол үшін ойлаңыз, қонақ үйлердің санын көбейту керек деген сияқты, иә, сондай үлкен жүйелі жұмыс қой. Ал көрші көп салыстыратын Өзбекстанның жоспары одан көп та. Мысалы, айтады, біз қазіргі уақытта 7 миллион қабылдадық, біз 10 миллионға дейін жеткіземіз деп. Сосын біздікілер қарайды да, біз 3-4 миллион, 10 миллион. Неге бұлай дейді да? Сол кезде методикаға да қарамайды да, өйткені ол 7 миллион қазір санап отқан, немесе олардың алдарына қойып отқан 10-15 миллиондық жаңағы жоспарлары, ол жаңағы границаны келіп кеткендер. Бірақ ол да халықаралық бір методикаға, практикаға қарсы зат емес. Біз мысалы бізге қонақ үйде санаған оңай және керек не үшін? Өйткені біз ұйымдасқан туризмді дамытқымыз келеді да. Бэкпекерлер емес, кәдімгідей
туристік компаниялар күтіп алатын, барып жатқызатын, өзіңіз де айналыстыңыз ғой, мысалы Түркістанға апардыңыз, қонақ үйге жатқызасыз, ондай туризмнің экономикаға алып келер бір пайдасы жоғарырақ. Соны біз айтамыз да, қазір ұйымдасқан туризммен айналысып, осы ұйымдасып келетіндердің санын бір 4 миллионға жеткізіп алайық. Одан кейін қалғандармен айналысуға болады. Келіп кететіндер, бір бэкпекерлер, жаңағы палаткаға жататын немесе басқасын қосымша бұл уақытта бізде енді қазір статистика мынаны өлшей алмайтын затты дамыту мүмкін емес қой. Мысалы, біз шетелдік туристерді барлығын өлшемейміз да, кім не үшін келген. Бірақ нақты қонақ үйге келіп жататын, жаңағыдай качественный турист дейміз ғой, соны өлшей аламыз да, сондықтан содан бастап отырмыз. Логикаға бір жанасады, иә? Ал енді жаңа салыстырғанда көбінесе депутаттар немесе мемлекеттік органдардан солай айтады. Жоқ, журналистер тарапынан да бар ғой. Бірден сұрақ қойғанда Өзбекстанда жылына 7 миллион адам қабылдайды, біз бар болған 1,5. Ол 7 миллионның арасында Өзбекстанда айтпақшы 1 миллион қонақ үйге жататындар. Қалғандар 1 миллион қонақ үйге жататындар, сонда бірдей ғой, пара-пар. Пара-пар, иә. Ол енді әрине салыстыру керек қой. Бағана статистиканы айттым ғой, мысалға сіздер осы жолды таңдаған, сонда, иә, біздің мысалға туризмді курировать ететін мекеме, орган осындай санақ жүйесін таңдап және осылай жұмыс істеуді дұрыс деп есептейді. Иә, негізі шынымен былайынан өзін алдын ала сан жағынан ұтылатын көріп тұрып, біліп тұрып сондай таңдау жасағанда, ол жақсы да біз жағынан. Өйткені біз гигантомания жасамаймыз да, 10 миллион қабылдаймыз деп, ол айтуға болады, әрине. Бірақ біз 4 миллион, бірақ нақты біздің үйде қонақ үйлерді қонатын, экономика жасайтын туристерді тартамыз деген қайда жақсы ғой. И біздің e-қонақ деген жүйені білесіз ғой, ол көрермендерге жалпы. Шетелден келген туристер миграционға барып, өзінің келген бір отметка жасап жүрмес үшін қазір сондай ақпараттық жүйе жасалып қойған. Қонақ үйге келеді, тіркеледі, ол ақпарат миграционға кетеді. Және статистиканы біз былай көріп отырмыз да, қанша адам, қай уақытқа 3-4 жыл бұрын бар, Алматыда бір Армениядан ба, Азербайжаннан ба бір келген, иә? Үлкен бір шулы 19 жылы, 5 жыл бұрын. 5 жыл бұрын неге барған, иә, миграционкаға барған. Бұрын қалай болған? Ол турист келеді, сосын өз паспортын алады. Егер 5 күннен ба көп қалатын болса, кәдімгідей миграцион службаға барып, тіркеуге тұру керек. Сен ол жаққа барасың. Бұрынғы 5 жыл бұрынғы, мысалы біздің мекемелерді есіңізге түсіріңізші, мынандай очередь тұрасын, адам көп, ығы-жығы деген сияқты. Одан кейін енді ол жазған ғой, блогер болып шыққан, жазған ғой, бұлай не туризм дамытамын дейсіңдер, бұлай болмайды ғой деген сияқты. Сол кезде біз сол тіркеу мәселесін туристерден алып тастап, қабылдайтын тарапқа жүктеді. Мысалы, қонақ үйсің ба, сен тіркейсің. Туристік оператор қабылдап жатыр ма, сен тіркейсің. Немесе арендаға жалға жаңа өз пәтеріңді бересің ба, сен тіркеу керексің. Мысалы, сен ресейлікті қазір қабылдап жатсаң, соны тіркеу керексің. Оған біз оңай шешім жасадық та, тіркеген адамды қазір қосымша бар, мобильді. 140 па, сондай паспортты таниды. Осыны бір сканер өтетін, жібердім, бітті, ұмытып кеттім. Қараңызшы, бұл мен қазір қатты бұл процесті дұрыс түсіне алмай тұрған себеп, мысалға мен шетелге барам. Дубайға барайын дейінші. Дубайға барған кезде мен бір шекарадан өтем, одан кейін ешқайда тіркелмеймін. Иә, ол енді мемлекетке байланысты да. Мысалы, кейбір мемлекеттер оны шекарада шешіп тастайды, бұл мәселені. Жаңа есепке алу мәселесін. Кейбір мемлекеттер оны ең оңай жаңа қонақ үйге мәселесіне. Өйткені қонақ үйді не үшін таңдайды? Көбінесе транзиттік болуы мүмкін, анда-мында кетіп жатқандар мүмкін. Нақты елде қалатын 3 күн немесе 2 күн, 4 күннен көп қалатын адамдарды жеке есепке алу мүмкін. Бұндай практика бірнеше елдерде бар. Мысалы, сондай арнайы қосымша немесе сол арқылы оны іске асырады. Оның бізге жақсысы. Біз нақты күнбе-күн көреміз. Мысалы, бүгін сіздерге телеграмға шығып отырады ғой, мысалға. 200 адам келді. Осы айда осынша адам келді. Мысалы, қазір топ 5 мемлекет біз нақты бізге келіп жатқан туристердің портретін көреміз. Ол бір. Екіншіден, бұл тек қана қонақ үйлер, олардан басқа қазір жалдамалы пәтерлердің ақпаратын көре бастадық. Қанша адам пәтерлерге келіп
Ол бізге жақсы да, келешекте жаңа біздің статистиканы кеңейтеміз деген сияқты. Оны бір жағынан туристке ыңғайлы, бір жағынан бізге ыңғайлы. Сондай. Иә, енді сырттан келетін туристер жайлы әңгіме айттық. Енді өзіміздің туристер жайлы айтсақ, өзіміздің туристердің бірінші сұрағы сол туризм неге дамымай жатырдан басталады. Және біз енді мен мысалға кәсіпкер ретінде айтсам болады, кәсіпкер ретінде проблеманы білемін. Бірақ қалай дамыту керектігінде в принципе ешқандай қиындығы жоқ, но бұл салаға деген бір отношение дұрыс емес сияқты деп ойлаймын. Біздің мемлекеттік органдардан бастап жалпы халыққа дейін, біздің туризм, қойшы қақта Қазақстан туризм деген сияқты. Отношенияға байланысты келсіз, туризмге деген отношение ол последний орында тұратын орын сияқты. Көбіне менің өзімнің бір жеке ойым, бұл отношение емес, кәдімгі түсінік сияқты бар ғой. Өйткені көбінесе жаппай халық біз былай қалай ойлаймыз, біз туризм бізге ол саяхат деп жаңа айттым ғой, екеуінің айырмашылығы. Көбінесе сол саяхат деп ойлайды да. Соңына дейін түсінбейді оны, не үшін екенін. Бір күшті мынандай фраза бар: туризм ол бір мәселе емес, ол мәселе шешудің бір бөлігі. Енді қараңызшы, бізде айтады, проблемалардың бірі неге қымбат дейді, неге сервис жоқ дейді, неге жол инфраструктура түсінікті. Енді мұнай алдыңғы бастапқы екі сұрағына жауап берейік. Бірінші, неге сервис жоқ, және неге қымбат. Былай ғой, менің өзім ойымша, бізде туризм қымбат емес. Бізде халықтың табатын табысы төмен. Бұл менің ойым, сіз мүмкін келіспеңіз мүмкін. Халықтың табысы төмен. Просто қараңыз, демалыс деген ол сіздің күнделікті бір қажет ететін дүниеңіз емес қой. Мысалы, нан алып келдің, сүт алып келдің деген сияқты бір овощ, фрукты емес. Демалысты адам күнде өзіне мүмкіндік жасай алмайды енді. Ал демалыс және ол адамның өміріндегі бір 28-ші қажеттілік болуы мүмкін. Бытовой темаларынан басқа мысалы мәселелерінен кейін, бірінші там оқуы, тұратын жері, тамағы, сол мәселелерден кейін менде артық ақша пайда болды, енді мен демалайын деген. Көпшілігінде. Және демалыстың қымбат деп есептелінуі бізде халықтың аз ақша табуында, аз әлеуметтік жағдайының төмендігі деп есептеймін. Мен сізден былай сұрайсыз, туризм қымбат десек та, жол жүру қымбат па? Қалай? Жол жүру жалпы ел ішінде. Енді ол жолмен жүретін, мысалы, тек қана туристер емес қой. Мысалы, жай ғана ресторанға... Жол жүру ол қалай? Мысалы, ұшақпен пайдалану қымбат па, арзан ба? Ресторанға бару қымбат па, арзан ба? Әркімге әрқалай. Енді немесе қонақ үйге барып жату, мысалы 5 жұлдызды дейік. Қымбат па, арзан ба? Қымбаттау. Ал енді бір әдемі сувенир сатып ал, немесе әдемі киім сатып ал, қымбат па, арзан ба? Енді брендіне байланысты, киімге байланысты. Қымбат болуы мүмкін, арзан болуы мүмкін. Туризмнің бір ерекшелігі, туризм деген өзі жекелеген бір зат емес. Ол бірнеше бір элементтердің қосындысы. Дұрыс па? Сіз туроператор ретінде білесіз. Қонақ үйді барып, қонақ үйдің жаңағы иесінен жалға аласыз. Транспортты барып, транспорттың компаниядан аласыз. Ресторанға барып, олар тамақтандырасыз. Сіз өзіңіздің қолыңыздағы зат емес, бірақ солардың бәрін біріктіріп, бір өнім ретінде сатасыз. Мемлекет деңгейінде оны көтерсе, дәл сондай. Жолдар және әуе компания олар өз бетінше жеке бизнес, қонақ үйлер жеке бизнес, жаңағыдай тамақтандыратын орындар жеке бизнес. Олар енді бизнес болғандықтан оның бағасын мемлекет реттемейді ғой. Қараңыз, барып, мысалы, мен сенің тамағың 5.000 теңгеден қымбат болмау керек, сенің әуе билетің 15.000 теңгеден қымбат болмау керек деген ондай жағдайда енді ақылға сыймайтын зат та. Сондықтан ол былай ойлау керек та, егер бізде туризм қымбат десек, туризм емес, туризмнің ішіне кіретін, бізде әрбір заттың қымбат деген мойындау керек та. Немесе сіз айтқандай, әрбір заттың бір құны мен халықтың табысының арасындағы бір дисбаланс бар екенін мойындау керек, мысалы, Бірақ ішкі туризмге келгенде оның қымбаттығы, арзандығы емес, оның қолжетімділігі туралы айту керек та.
мысалы біз алдын ала ойлау керекпіз, туризм біз үшін экономикалық сала ма, әлде бір соц сала ма, әлеуметтік сала ма? Иә? Экономикалық сала болса, біз экономикалық бір еркіндік беріп, өздері реттеп, содан табысын тауып нетуге. Енді экономикалық сала ғой? Қазір экономикалық. Ну, қазір дегенде ол экономикалық сала болып қалады да. Ал егер әлеуметтік сала қылып жасағымыз келсе, онда субсидия берейік, балаларды мысалы тегін совет үкіметінде прицепной вагондап салып, жаққа лагерьлерге жіберейік мысалы, үлкен кісілерді жан жаққа бүкіл союз бойынша андамдай жақтық қой, сондай әлеуметтік сала ретінде жасақ. Бірақ одан экономика ешқандай оның әсері болмайды. Ол бір таңдау болу керек та, сен оны кәдімгідей қолжетімді бір реттеп тұрып сондай бір әдемі не жасайсың, жүйе жасайсың, немесе бір нарыққа бір бостандық беріп, еркіндік беріп, өздері сондай бір сала жасасын деп. Өйткені енді бұны күту керек. Біздің туризм бір қандай да бір банально болмаса да, туризм қазір қолжетімді бір әдемі бір өнім бір сала болғанша біраз күту керек. Неліктен бізге әлі де не болса да бәсекелестік жетіспейді. Мысалы, қайда барсаң да, Бурабайға бардың ба, 5 жұлдызды қонақ үй нешеу? Біреу. Ақтауға барды ба, 5 жұлдызды қонақ үй? Біреу. Алакөлде жоқ деген сияқты ғой. Мысалы, ол әрбір салаға сондай көбірек келген деген олардың арасында бір баға ретінде бір конкуренция басталып, содан кейін сапасы көтеріледі, оның бағасы түседі деген сияқты. Осы екі негізгі критерий ғой жаңағы бәсекелестіктің. Енді сапа мәселесіне келетін болсақ. Сапаны мен былай айтқым келеді. Бағаны былай шештік. Сапаны былай. Біз сервис сұраймыз, мысалға официантты алып қарайықшы, тек қана официантты алып қарайық. Ол официант бізде көп жағдайда немесе студент, немесе оқушы болады. Алакөлде, мысалы сезон кезінде оқушы болады, ол 3 айға жұмыс істейді. Біз ол оқушыдан өзі примерно күніне бір 5000 теңге табатын оқушыдан қандай сервис сұраймыз? Бұл бір. Екінші, мынау қалаларда да бізде мысалға официанттар тоже студенттер жұмыстан кейін істейді. Ал мысалға Европада, осы мен мысалға Черногорияда болдым, Грузияда болдым, Францияда, Испанияда болдым. 40-қа келген кісілер официант болып жүреді. Жасы 40-қа келген, анау официант болып жүргенде ұялмайды бар ғой. Олар официант болғанда да бір керемет официант болып жүреді бар ғой. Ана ресторан солардікі сияқты деп ойлап қаласың жерге барған кезде. Өзін еркін ұстайды. Біздің официанттар бастарын сөмірейтіп, не айтарын білмей, өйткені ол кеше келді. Ол стажировкада жүру мүмкін да даже. Біздің официанттар, мен бір қызық бір эксперимент достарымызбен отырдық, сосын сұрадық та, мына жігіт мына жерде қанша істеп жүргенін давай спорт етеміз дедік. Әрқайсымыз өзіміздің вариантымызды айтып көрдік. Сол кезде біреу айтты, ол кеше келді деді да. Сонымен бір рет тастап кетті, заттарды қойып кетті. Екелес бір сұраған кезде сұрадық. Бауырым, сен қашаннан бері істеп жүрсің десем, аға мен кеше келіп едім мына жерге дейді да. Көп жағдайда официанттар өзі неге не уверен ұстайды, мысалы қызмет көрсеткен кезде, неге олар былай айтқан кезде жұмыс істеп жүріп шаят бар ғой, қазақша айтқан кезде. Ол бізде ол мамандық ретінде бүйтіп престижный емес, ол официант болып жүр дейді. Ал негізі мысалға үлкен мейрамханаларда, мысалға жақсы мейрамханаларда официанттарға оқытып, кәдімгі официант ретінде сен мысалға нең болу керек, мамандығың болу керек сияқты болып барады. Бірақ бізде көпшілік жағдайда ондай емес. Бізде көпшілік жағдайда кім арзан, оңай, бір күндік қана табысқа арналған жұмыс ретінде ғана қарайды. И сөйтіп қалған сфераларда да дәл солай кете береді. Бірақ дегенмен сервистің үлкен бір мәселесі бар екенін мойындау керек, оны біз бәріміз мойындаймыз, оның не екенін жай ғана түсіндіре аламыз да. Жаңа сіз өзіңіз ғана айтып отырсыз, кәдімгідей мысалы повар күнде тамақ істейді, немесе айына жылына бір рет тамақ істейді, енді әртүрлі болады мысалы, оны күнде істейтін адамның қолы үйренген деген сияқты, сол сияқты ғой. Бірақ жалпы сервистің деңгейі соңғы кездерде енді жақсарып келе жатыр, әсіресе үлкен қалаларда. Бірақ біз Алматыдан былай қарай шықтым ба, немесе Астанадан былай қарай шықтым ба? Мен Астанаға келдім, енді жамандалған болмасын, Алматыдағыдай сервис жоқ, Астанада. Енді оны салыстыруға келмейді, ол жағымен көбісі келсе шығар, шынымен. Бірақ Алматының Астана емес, қазір туристік аймақтарға шыққан кездегі сервисті енді шынымен ұмытасың ғой. Өйткені ол жердегі сервис
как умеем ғой, иә, қалай білгенін істейді да. Сондықтан оны енді қалай шешуге болады? Мәселе сонда ғой. Оқыту керекпіз, тренинг жасау керекпіз. Біз мысалы ауыл-ауылда аралап жүріп, жыл сайын тренинг өткіземіз. Мысалы Көлсайдың маңындағы Сатыдан, сондай сияқты, немесе Алтынемелдің жанындағы Басшыдан, Байнолдың жанындағы Торайғыр деген сияқты, Қарқаралы, сондай жерлерден бастадық та. Әрбір сондай жерде біз адамдарға жаңағы бұл жұмыстың өзінің бір құндылығын түсіндіру керек сияқты да. Өйткені мысалы Ритц Карлтонның несін білесіз ғой, иә, өзінің лозунгы. Біз орысша айтқанда, мы, дамы и господа, оказываем услуги или обслуживаем дамы и господ деген сияқты. Біз ханымдар мен мырзалар, дәл сондай ханымдар мен мырзаларға өз қызметімізді көрсетеміз. Ол өзінің бір төмен қылып қоймайды да. Ол біздің мысалы престижі болмау деп жаңа айттыңыз ғой, оның неліктен олай? Ойланып көрдіңіз бе? Неге біз оны престижін емес қылдырып тастағанымыз? Мысалы сондай жалақыға байланысты ма? Ол бір жерінен, екіншісі ол жалпы халықтың қарым-қатынасы. Өзіміз жалпы сервистік персоналға өзіміз қалай қараймыз? Өзіміздің ол теңіміз сияқты қарау керекпіз да. Біз енді қараңыз, ол бір мен осы сөз үшін жаман хейтқа ұшырауы мүмкін, бірақ солайда бізге жоғарғы сервис керек болса, біз сол сервисқа өзіміз бір ынта жасау керек, соған сәйкес келу керекпіз да. Біз официанттарға ұрыспау керекпіз, оларға айғайламау керекпіз, олардың қызметін біліп, оларға жақсы бір сондай қарым-қатынаспен қарасақ, олар да ол жұмыстан ешкім қашқақтамайтын болуы мүмкін да. Мысалы, ол андай екі жақты жағдайда. Мен осындай жағдайда көбінесе есіме түсетін, мысалы, андай неше түрлі резонансты заттар болады, мысалы, Шымбұлақта бір келуші жаңағы охрананы ма или өткізіп тұратын адамды соққыға жыққан, мысалы, 1-2 жыл бұрын осы болған жағдай. Немесе ресторандарда көп болып отырады, мысалы, кімдерге официанттарға тиіседі деген сияқты, иә. Иә, ондай жағдай көп болады. Жақында ғана жүріп жатқан, мысалы, бармен, диджейға байланысты бір үлкен бір не іс қозғалып жатыр, иә. Соның барлығы неден? Төбелес, иә. Иә, немқұрайлық. Мен сондай қарағанда. Иә, түсіндім. Бұл жағымен мен толық келісем. Кейде байқайсың, кейде өзіңде байқамай бір тапсырыс беріп отырған кезде бір не қылып қаласың. Мен өзім сіз айтып отырғаннан кейін өзім сондай жағдайға келіп едім деп ойлап отырмын да. Менде де бір кішкене бір жоғарыдан қарау болған сияқты бір кейбір моменттерде оны мойындау керек. Сол үшін маған тойдағы заттарын айтты, ең соңында айтып жатады ғой. Маған рахмет, мынандай осындай ресторанның ұжымына рахмет деп. Сондай уақыттар ұнайды, өйткені әркім өз жұмысы кішкене бағалану керек сияқты. Әрине, бағана сіз сатын айтып кеттіңіз ғой. Сатыға байланысты қазір мен сатыны білем. Мен 2016 жылдан білем. Қазір 2023, саты ауылының көзқарасы, ауылдағы сол халықтың көзқарасы, жалпы менталитет ауысып кеткен сияқты ма деп ойлаймын. Қазір коммерциялық бағыттағы ауыл болып кетті. Мен мысалға бұрын туристер алып келетін, гостевой домдарға туристер алып келетін. Ана үйге бір келгің келеді бар ғой. Ол жерде ана бір таңертең завтракқа бүкіл туристермен отырасың. Ол жерде ана үйдің иесі әңгімесін айтып, ана бір күшті ауылдың атмосферасын, күшті ауылдың атмосферасын беретін. Соңғы жылдары барған кезде азайып кетті. Қазір меніңше, білмеймін, редко ондай үй табу, который сені гестхауста күтіп алады ғой. Мысалы, Грузияда бір Нина деген бір тәтелер күтіп алады ғой. Сол сияқты күтпейді. Ал ол Нина деген тәтелер, олар бір одан бұрын турист күтіп жүрген адамдар, бірақ олар өзгерген жоқ. Біздің өкінішке орай сол жақтағы, мен мүмкін солай ғана ойлайтын шығармын, сондай бір өзгеріс байқадым соңғы уақытта. Жалпы мынандай туризмнің тек қана бір жақсы жақтары бар емес, жаман жақтары да бар ғой. Овер туризм деп айтады. Адамдар тым көп келіп кеткенде көбінесе не болады? Баға өседі сол жергілікті жерде, және екіншісі культурный ландшафт дейді ғой. Сол өзгере бастайды. Жалпы мәдениет өзгере бастайды да. Өйткені сіз айтқанда, ол қала сияқты болып кеткен шығар, ауыл емес, қала болып кеткен сияқты. Өйткені ондай да ол әбден мүмкін. Бірақ ол жақсы ескерту, негізі өйткені біз андай тренингтер өткізгенде тек қана
стандарт сервис туралы емес, тренингтер жалпы андай біздің өнім не, соны түсіндіру туралы өту керек та. Бұл енді классикалық бір даму жолы, бір бағыт дамып келеді да, туристер көп болып кетеді да. Одан кейін олар ол түсіне бастайды, ол бізге керек емес, біз бұны реттеу керекпіз деген сияқты, кішкене тұрақты даму дейміз ғой. Мысалы, туризм үш жақты болу керек та. Біріншісі, ешқандай да түрде экологияға кері әсерін тигізбеу керек. Ол бір. Екіншісі, жергілікті халық үшін бұл бір кері бір әлеуметтік бір әсер бермеу керек, жаңағыдай айтып отырғандай. Үшіншісі, ол экономикалық табыс. Осының балансы болған кезде сол дұрыс туризм болады. Өйткені бізге бәрімізге туризм оңай болып сынды көрінеді, адамдар алып келдің, көрсеттің, үйттің, бүйттің, содан. Бірақ мысалы қазір қытайларға шекарамызды ашып, олар шақыруға. Бірақ бірден қытайлар ағылып келеді деген ол миф. Өйткені қандай дәл сондай, мысалы Арменияда безвиз бар, немесе қай жақта тағы Беларусьта безвиз бар. Екі жаққа да ағылып отқан Қытайдың туристер жоқ. Өйткені ол жұмыс жасау керексің. Сен не үшін біздің елге келу керек екенін көрсету керек. Және алдымен миллиондаған қаншама қытайлық туристік алып келу деген бір басты бір не болмау керек та. Мақсат болмау. Мақсат қандай болу керек? Бізде мысалы Қытай нарығымен жұмыс істейтін бір 50 шақты компания бар дейік. Сол 50 шақты компания бір тұрақты түрде әдемілеп группамен алып келетін, бір жақсы әсер алып кететін, және ертең мысалы қайтып келетін немесе өздерінің достарына Қазақстанға барыңдар деп айтатын туристерді алып келу керек та. Сол кезде аз да болсын, сонда бір максималды эффект жинап отырып, сондай не. Сол туризм түрі күшті да. Бізде мысалы біз ең басынан бастап жатырмыз ғой біз. Мен сіздердің подходты түсіндім. Өйткені бізде бұл подход қатты бір санға емес, сосын сіздер айтасыздар ғана неге байланысты. Қалталы туристердің келуіне байланысты. Бұл да сол енді біздің мысалға қонақ үйлеріміздің саны көп емес қой. Жалпы бағанағы сіз айтып тұрған 5 жұлдызды қонақ үйлердің саны көп емес, және көп емес болғаннан кейін біз енді маркетингті там 10 миллионға жасап алып, олардың бәрін шақырып алып, сосын отырғызатын, қондыратын жер таппай жүрмейтіндей деген сияқты ше. Сондықтан бізге неғұрлым қалталы туристер келсе, және көп емес болып кетсе, ол сол 1000 келген адамның ақшасын тастап кететіндей да. Иә, бұл мен негізі айтамын, бізде айтады ғой осы. Біз қымбатпыз. Мен сөз айтамын, біз неге арзан бағыт болу керекпіз? Иә. Біз мысалы жаңа өнім нарыққа шыққан бетте ол өзінің максималды бағасында болады. Иә, одан кейін ол уже конкуренцияға түседі. Иә, конкуренцияға түседі, бір жаппай бір тұтынуға түседі. Одан кейін барып ол өзінің стратегиясын өзгерту. Не бағасын біздің дәл Лимон Тревелдің бұл несі ғой, концепциясы ғой. Иә, күшті. Соны айтып беріңізші, мысалы адамдар түсінікті болу үшін неліктен, не баға конкуренциясы болады, немесе сен өнімді басқалай жасау керексің да. Мәселе сонда. Бұл өзімізге айналып соқты ғой бұл проблема. Мысалға біз рынокқа кірдік. Біз рынокқа кірген кезде біз мысалға Қазақ ұлттық университетінде, мына жақта бізде Қазақ ұлттық университетінің түлегі, менде Қазақ ұлттық университетінің түлегімін, жалпы уже бізде нешінші Қазақ ұлттық университетінің түлегімен айқапта қонақта екен, жалпы Казгу қашан маған ақша төлейсіңдер деп па. Иә, менде келесі қонақтағы да Қазақ ұлттық университетінің түлегі. Айта кетейін, Қазақ ұлттық университетінде біз бастадық студенческий организация ретінде, мен өзім студенческий организациям болды, сол жерде біз сол студенческий организацияға ғана арнап тур ұйымдастырып жүрдік. Бірінші. Сосын біз байқадық, бізден сұраныс жалпы алматылықтардан пайда болып бастады. У вас с вами интересно, мы смотрели ваши видео, там классно, вы поете, танцуете, играете, деді. Опа, давайте дедік та біз жалпы таргетті жасадық, қалаға таргет. Сосын ие боламай кеттік, шыны керек. Біз ең бірінші турымыз Шарын шатқалына жасаған кездегі жоқ, бірінші турымыз тек Қазақ ұлттық университетіне болды. Екінші турымыз жалпы Алматыға жасаған кезде 11 автобус алып бардық. 11 автобус, ол 50 адамнан 550 адам. Екінші тур. Компанияның екінші туры. 550 адам. Ана колоннаны көрсеңіз, ана автобустардың бар ғой, керемет бар ғой, бізде дронның видеолары бар, орып кетіп бара жатыр ғой. И сөйтіп керемет жүрді, біз осылай жүре бердік. Бір кезде бізбен турға шыққан адамдар
өздері тур ұйымдастырып бастады. Кәдімгі біз білеміз да енді ана активін билеп, мәз болып күшті болып жүрген адамдарды, мынау күшті бала екен деп жүрген адамдар олар келесі жолы өздері тур азып жүрді. Сөйтіп бізде андай нелер көбейіп кетті, фруктылар көбейіп кетті. Біз негізі лимон болып бастағанбыз, одан кейін неше түрлі фруктылар пайда болып кетті. И сөйтіп жұмыс жүрді, конкуренция көбейді. Біз бағаны бұрынғыдай ұстай алмадық, себебі бізге офис болды, штат болды, түрлі жаңалықтар енгізу керек болды. Ал біз сияқты бастаған адамдар, оларға бір адам отырып, үйінде отырып, тур жасай беруге мүмкін болды. Сөйтіп біз алдықта өзіміз қиналып қалдық, өйткені бағамыз қымбат, басқалардан салыстырған кезде, бірақ дәл сондай продукт елдің бәрінде бар. Сосын біз кішкене енді өзгеру керек болды ғой, реформа жасау керек болды. Сөйтіп біз Түркістанның турларын өте жақсы, қымбат бағадан саттық, бірақ ең күшті условиямен. Спальный автобус Хэмптонда жатады. Бізде бұрын барып жүрген, жатып жүрген жерлер, енді айтпай қояйын, қандай екен. Хэмптонда жатады, ол жерде завтрактары кіреді, ана жерде енді керемет барлық условиялар. И қайтадан сөйтіп өзіміздің планканы тауып алдық, күшті істедік. И дәл солай жүріп не қылдық. Бірақ басқа турларды олай жасай алған жоқпыз Алматы облысындағы. Себебі ол жерде енді арақашықтық алыс жақын, условия жақсартатындай қонақ үйлер көп емес. Бір-екеу-ақ. Көлсай Гранд пен Көлсай Номадс. Басқа вариант жоқ. Транспорт қымбат. Транспорт қымбат. Кейбір жерде жол бар, кейбір жерде бар, жол жоқ. Сөйтіп басқа продуктларға ол новшествомыз жұмыс істеген жоқ. Сол неге жұмыс істеді? Енді осы сіз айтқан қарапайым бір күшті мысалды, кейсті былай мемлекет деңгейіне бір сәйкестіріп көрейікші. Қараңыз, сіз туроператор ретінде әртүрлі сервистерді нетіп, біріктіріп, өзіңіздің бір тапшаңызды тауып тұрсыңыз, Бізде солай да, мемлекет деңгейде бізге туристер тарту үшін ең арзан болып керек жоқ. Бір өзіміздің аудиторияны табу керекпіз да, мәселе сонда. Енді қараңыз, ол бір жағы. Екінші жағында біз дүниежүзілік экономикалық форумның рейтингісі бар. Туризмдегі ең сенімді рейтингтердің бірі индекс. Сол бойынша Қазақстан баға бәсекелестігі бойынша бірінші қатарларда тұр. Ол қалай? Жоғары, төменде ме? Төмен, Жоқ, жоғары. Жоғары деп, Жоқ, бағасы қолжетімді деген сөз. Қолжетімді. Өйткені ойлаңыз, бізде мысалы Таушанға барып нетіп келу, кейбір жақта бір метроға отырғанмен бірдей, немесе бір 2-3 кофенің бағасымен бірдей. Әсіресе Японияда шығар, Енді сол жақтарды салыстыра келгенде, енді қараңыз, жаңағы туроператорлар біз, мысалы, көбісі ең көп айтылатын сұрақ, қазақ туризм не істейді сонда деген сияқты. Сендер не істеп жатсыңдар деп көп сұрайды ғой. Біз осылай бір мемлекеттік деңгейдегі бір туроператор ретінде қараңыздаршы, біздің өзіміздің қонақ үй жоқ, өзіміздің жол жоқ, әуе компания жоқ, өзіміздің жаңағы оларды салатын бізде мүмкіндікте жоқ, өкінішке орай. Сондықтан бізде не дайын, соның бәрін біріктіріп, бір өнім ретінде соны бір шетелдік нарықта немесе ел ішінде соған жарнама жасаймыз. Мысалы, біз шетелдік негізгі миссиясы маркетинг. Негізгі миссиясы 17 жылы маркетинг үшін құрылған. Бірақ пандемияның кезінде енді маркетинг барлығы жауып болды ғой, барлық іс-шараларды жауып тастады. Сол кезде бізге басқа да функциялар қосыла бастады. Ішкі туризмге көмектесу, туристік өнімдерді дамыту бойынша жұмыс жасау деген сияқты. Енді қазіргі біздің философия байынан өте мынандай түсінікті, біздегі Қазақстанның туризмін қолжетімді қылдыру, Қазақстанның туризмін жалпы жаппай және популярны дейді ғой, соста қылдыру болады. Енді ол үшін біз мысалы шетелге маркетинг жасаған кезде біз не істейміз? Алматыны, Астананы, әрі кетсе Түркістан мен Маңғыстауға жарнама жасаймыз. Өйткені олар шетелдік туристерді сол аудиторияны қабылдауға ең бір дайын бағыттар. Бұдан басқа өзінің бір жеке бір тапшасы бар, аудиториясы бар, ол Шығыс Қазақстан. Соларды былай қабылдаса. Ішкі туризмнің әңгімесі бөлек, өйткені біздің ол тек қана сервис мәселесі емес, ол өзіміздің елімізді тану, білу мәселесі ғой. Сондықтан оны жан-жаққа апару үшін жалпы бір насихаттау, идеология құру бойынша жұмыс жасауға тырысамыз. Біз Даниэль мырзамен Алматыда былтыр ма, биыл ма кездесіп осылай 6 сағат Арбатта кофе ішіп, 6 сағат жүріп тастағанбыз, қанша километр шаг жүріп. Сондықтан бізде туризм жайлы айтатын әңгіме негізі өте көп. Даниэль мырза, осы студияға келгеніңізге рахмет. Бұл біздің
бірінші және бұйырса алдағы уақытта тағы да талқылайтын бір темамыз болсын. Өйткені айтып тұрық қой, бұл жерде бұл туризм деген бір кішкентай бір сала болғанмен, оның бағанағы айтқандай неше түрлі нелерден тұрады, логистикадан тұрады, инфрақұрылымнан тұрады, сосын туроператорлардан тұрады, қонақ үйлерден тұрады, сервис тамақтан тұрады, мысалы кете береді, майыс туризм бар. Сондықтан бұл тақырып өте кең. Сондықтан мен алдағы уақытта тағы да бір мәселелерді жинастырып сізді осы студияға шақырғым келеді. Өйткені көрермендер қате түсініп қалмасын, туризмде бізде мәселе жоқ емес, мәселе көп, бірақ оның барлығы белгілі. Біз оның қалай шешілетінін де білеміз. Бірақ уақыт не басқа ресурстар талап етеді. Оларды ашық талқылап, келешекте осылай айтуға дайынбыз. Все, рахмет. Қош келдіңіз тағы да. Рахмет. Күшті, маған ұнады. Иә, маған да ұнады. Маған ұнады. Видео түсіріп алайын.